Бүгінгі өтілетұғын әмели саламыздың аты ата-ана балықларға инъекция қылу жолдары. Балықшылықта нәсілшілік жұмыстарын алып қараған кезде бірінші орында қожалықтарда нәсілі балықлардың тізімі алынады. Бұл тізімі банчировка ұсылында алып барылады. Банчировка сөзінің өзі бұл хәуіздерден қыстан шыққаннан кейін саралау деген мәнісі. Әрбір қожалықта нәсілі балықларды бөлек сақланады. Себебі нәсілі балықлар бұл келешекте сол қожалықтың өнімдарлығын көтеріп беретұғын балық топарлары болып есептелінеді. Енді балықшылықта нәсілшілік ісі жұмыслары біріншісінде ата-ана балықларын айырып алу керек. Себебі ата-ана балықларын сақлау өз алдына хәуіздері болады. Себебі сіздер білесіз, балықшылық қожалықтары жүзіне қарай тұрып екіге бөлінеді. Толық һәм толық емес. Біздер енді бүгінгі әмели жұмыста толық балықшылық қожалықтарын сөз ететін болсақ, толық балықшылық қожалық системасы бұл сол бағылып атырған балықлардан, табар балықлардан кейін, одан кейін нәсілі балықлардан личинкаларды өзлерінде жетістіру, инкубацион лабораториялар өзінде бар қожалықтарды толық балықшылық қожалықтары деп айтылады. Екіншісі толық емес болатын болса, бұл атынан келіп шыққан алды, инкубацион лаборатория бөлмелері жоқ қожалықтар, бұлар толық емес балықшылық қожалықтар болады. Бұлар тікелей басқа балықшылық қожалықтарына ғарезі болады. Себебі личинкаларды, уылдырықтарды алу мүтәжілігі бар. Енді ата-ана балықларын қалай айырамыз? Мысалы, ата-ана балықлары бұл негіз дәуірі деп айтылады. Көбею дәуірінде өзінің түзілісі томпақлау болып қарны іседі. Қалашларының артқы жүзу қалашлары, көкірек жүзу қалашлары артын деп бас бармақпен көрген кезде сипат болады. Ал ата балықлардікі болатын болса, бұл көкірек қалашларының артын деп бас бармағымызбен көрген кезде гүтіктері болады. Гүтіктері бармаққа батады да, олар ата балықлар деп айтады. Ата балықлардың қарны екеуін, ана балық пен екеуін салыстырған кезде ата балықлар ұзыншақтау болып келеді. Ана балықлар өзі қарнында уылдырық пісіп жетілу, өзі қарны белгі болып тұрады. Қызғыштау болып, сарғыш қарны болып пісіп тұрады. Енді бұл жерде алып қарайтын болса, мына жерде мысалы, мынау ата балықтың кесімі, түзілісі. Себебі бұл жерде ата балықтың ішкі түзілісінде бұлар ата жыныс безлерінің көрінісі болады, мысалы, ақ сарғыш реңде болады. Ал ана балықларда болатын болса, кесімі көрген кезде, мінекей қара уылдырыққа толып тұрыпты. Жаңа айттық, қарны сарғыш, қызғыш іскен болады, сыртқы көрініс, экстерьер белгі. Мыналар мінекі уылдырықтың бәрі пісіп жетілу дәуірі мінеке. Бұл көбею дәуіріне таярланған ана балықтың кесін көргізбелі, бұл фиксацияланған балық түрі. Енді біздер белгі деп айтырып ата-ана балықлардың экстерьер белгі, интерьер белгі. Экстерьер белгі дегеніміз бұл балықтың сыртқы көрінісіндегі барлық белгілер, экстерьер белгілер. Бұлар қайсы белгілер кіреді? Мысалы, экстерьер белгілеріне қарап тұрып, нәсілі балықтарын айыру керек деп айтылады. Экстерьер белгі дегеніміз біріншісі жүзу қалашлары, қабыршақтары, сыртқы балықтың түзілісінде, осы белгілердің барлығы нормада болатын болса, бұлар сау балықлар тізіміне кіртіледі. Егер сыртқы экстерьер белгілерде жүзу қалашларында, қабыршақтарында әртүрлі заманауи кеселіктер бар болса, іскен болса, яғни жарақатланған болса, яғни жаралар бар болатын болса, бұл нәсілі балықтарға қоса алмаймыз. Ал интерьер белгі болатын болса, бұл ішкі белгілер. Ішкі белгілерді саңақларында, жарып көрген кезде уылдырықларында, жыныс безлерінде өзгерістер болатын болса, бұл интерьер белгі болып айтылады. Енді балықшылықта сіздер білесіз, жасалма өшту қолданады. Жасалма өшту кешектегі әмели сабақтарды тапсырған кезде сұра беріп жатыр, абзаллығы неде? Жасалма өштудің абзаллығы тәбиян көбейеді, бірақ абзаллығы жыл давамында өнім аламыз. Жыл давамында. Одан кейін сол биологиялық пісіп жетіліскен балықлардың жыныс өнімінен 80-90% кешкен өнім аламыз. Тәбиде, демек, бұл тәсір ететін факторлар көп. Соң үшін сілерге сұра беріп, көпшілігі жауап бере алмаймыз. Сол жыл давамында өнім аламыз.
мысалы табиғи жағдайда өздеріне алып қарайтын болсақ, тек бәхәрде оптимал температура су таян болған кезде тек бір мәрте уылдырық шашып алынады табиғи. Ал жасалма өршіту болатын болса, ата-ана нәсілі балықлардың қожалықты бар болатын болса, жыл дауамында өнім аламыз. Абзалығы сода жасалма өршітудің. Сұрау берілді, кешекті Янысқа түсатқан шағы. Жасалма өршіту жыл дауамында және сыртқы тәсір ететін факторлардың бәрін жоқ қылып, антропоген тәсір не қылып, адам қанеге сипатында сол қолайлы шариғаттың бәрін жаратып беріп, алынған уылдырықтардың бәрінен 80-90% личинка алу тикарынан. Енді инъекция қылу деп айтылады. Инъекция қылу бұл сол балықларға жасалма гормон жіберіп, сол көбеюге катализатор мақсатында инъекция қылынады. Ана балықларға 2 мәрте инъекция қылынады, ата балықларға неше мәрте? 1 мәрте инъекция қылынады. Бұл қылынған кезде барлығы уақыт есапқа алынады. Одан кейін инкубацион аппаратларға қойылады. 12 сағат давамында сол қанеге үздіксіз қарап тұрылады. Кеселленген личинкалар болатын болса, соларды сүзіп алып, толық, мысалы 2 миллионға шеккен сазан балықларда жынысы жетіліскен балықларда, сазан балықларда 2,5 миллионға шеккен уылдырық алынады. Енді сіздерге сұрау берілді кеше. Инъекция алынады гипофиз балықлар қандай балықтардан алынады? Жауап: жынысы жетілген балықтан ғана гипофиз алынады. Жынысы жетілген. Студенттерге сұрау берген кезде жауап қайтарылған жасы. Жынысы жетілген балықтардан гипофиз алынады. Гипофиз безі бұл балықлардың арқа басының жоғарысында, мысалы, мынау балық болатын болса, жоғарысында бастың төбесінен жарып, ортасынан қақ болып алынған кезде ортада мәжде үлкенлікті гипофиз безі болады. Гипофиз безі бұл балықлардікі универсал деп есепталады тұғын. Леш балықлардікі, карп балықлардікі, сол карп тәрізді балықларға универсал инъекция қылына береді әммесі. Бірақ басқа түр балықларына ол инъекция қылынғанменен не болады? Тәсір етпейді. Бұл жіберіп отырған, мысалы, не үшін гипофизді инъекция қылып жатырмыз? Гормон ол. Себебі жасалма өршітуде өзінің уақыты болады, жынысы жету өзі уақыты болады. Бірақ бұл гормон жіберу арқылы сол балықты таярлаймыз біздер. Жынысы жетуге, уылдырық шашуға таярлау үшін сол инъекция жіберіледі. Енді балықшылықта, нәсілшілік жұмыстарында және екінші керекті жұмыстарға тамғалау болған кезде балықтарды, мысалы, шаруа малларда құлақларына, құсшылықта аяқтарына тамғаланады. Ал балықларда болатын болса, бұл көбісі арқа жүзу қалашына тамға басылады, айырым кездері құйрығына тамғаланады. Пластик материалдан тамғаланады, пластикті. Арқа жүзу қалашларына тамғаланады. Бұл жерде ата балықларға Е белгісі қойылады, ана балықларға болатын болса, бұл харбіменен, одан кейін харбінің қасына неше жас жазылады. Е5, А2, А3 қасына саны сол жасы есептелінеді. Осылардың барлығы тек нәсілі балықларда тамғалау жұмыстары алып барылады. Енді кешекте Амелияда айтқан сұрау беріп жатырмыз, нәсілшілікте қолданатын қандай аспап түскенелер бар? Бірінші аспап түскенелер бұлар қолғап қолданады. Нәсілі балықларды инъекция қылған кезде қанегелердің қолында барқылы қолғап болу керек. Себебі ата-ана балықлары бұлар нәзік, өнім беруші объект болғаны үшін жарақаттанбау керек, стресске түсірмеуіміз керек. Стресстің өзі үлкен рөл ойнап кетеді. Қолғап қолданады. Екіншісі замбел деп айтылады. Брезент нова деген замбел қолданады. Үшіншісі болатын болса рекорд шприц пайдаланады. Инъекция қылған кезде шприцтің аты рекорд деп айтылады. Одан кейін баюнтировка столы болады. Баюнтировка столыда бұл екі тарапында сантиметр сызықшалары болады. Балық қойылған кезде ұзындықтары һәм биіктігі өлшенеді. Вертикалан, горизонталан сызғыш болады. Себебі балықтың биіктігі, ұзындығы өлшенеді. Баюнтировка столы деп айтылған.